Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін мен сендерге осы видеода 2024 жылы 6 сынып оқушыларына алтын сақа олимпиадасының мектепшілік кезеңінде келген есептерді талдап көрсететін боламын. Алдымен өзімнің каналым туралы бір ауыз айта кетейін, иә? Менің каналыма кіріп, плейлист дегенді бассаңыздар, осы жақта алтын сақа 5-6 сыныптар деген плейлист бар. Осы жақта осы кезге дейінгі келген есептерді, яғни нұсқаларды талдап көрсеттім. Бұл жақта тек алтын сақа ғана емес, жалпы өздеріңнің мектепте өтіп жүрген тақырыптарыңды да осы жақта түсіндіріп көрсеткен. Егер де сабақта түсінбей қалған тақырыптарың болса, менің каналымнан көрсеңдер болады. Каналға тіркеліп кетейік. Олай болса, бірінші есептен бастайын. Бірінші есепте жай сандар қатарын белгілеңіз деп тұр. Жай сандар дегеніміз өзіне және бірге ғана бөлінетін сандар. Бірінші санда, бірінші А нұсқасында бізде 9 деген сан тұр, ол өзіне және яғни бірге және 9 ғана емес, 3-ке де бөлінеді. Яғни ол бізде жай сан болмайды. Демек, А нұсқасын біздер сызып тастаймыз. Екіншісінде бізде керісінше құрама сандар берілген. Яғни, мысалға 6 деген санды алсақ, тек 1 мен 6-ға ғана емес, бұл 2-ге де 3-ге де бөлінеді. Яғни, Б нұсқасы дұрыс емес. Үшіншісінде негізінде 2 деген санды көбісі ойлап қалуы мүмкін, құрама сан деп, бірақ ол бізде жай санға жатады, себебі 1 мен 2-ге ғана бөлінеді 2-нің өзі. Біреулер жұп сан болғандықтан оны құрама сан деп ойлап қалуы мүмкін. Бізде дұрыс жауап С жауабы. Ал Д жауабында бізде 15 деген сан 1 мен 15-ке ғана емес, 5-ке де 3-ке де бөлінгендіктен ол бізде құрама сан болады екен. Біріншісі С. Екіншісінде базарда 4 алманы 3 бананға алмастыруға болады. Бір алма 60 теңге тұратын болса, бір банан неше теңге тұрады? Яғни 4 алманың бағасы ол тең екен 3 бананға. Бізде бір алманың бағасы 60 теңге дейді. Яғни алма дегенге біздер 60-ты көбейтеміз. Яғни 4 көбейту 60, ол тең бізде 3 бананға. Ал 4-дің 24, яғни 240, ол тең 3 банан. Сонда бір бананның бағасы бізде 80 теңге екен. Бізде жауап қайттан С. Үшіншісінде ең кіші бұрыс бөлшекті белгілеңіз деп тұр. Бұрыс бөлшек дегеніміз алымы үлкен, ал бөлімі кішкентай болған жай бөлшек. Алымы үлкен деп тұр, яғни бізге бұрыс бөлшек керек қой. Ал мына А нұсқасында бізде алымы бөлімінен кіші болып тұр, яғни А нұсқасы емес. Б нұсқасында 2024 1001, бізде алымы үлкен болып тұр, бірақ бізде қазір басқа нұсқалар қарауымыз керек. С нұсқасында алымы кішкентай, бөлімі үлкен, яғни бұл бізде дұрыс бөлшек. Б нұсқасында 2024 бөлінген 1003. Енді бізге керек ең кіші бұрыс бөлшек. Бізде мынау мен мынау бізде бұрыс, бірақ қайсысы оның кіші екенін белгілеуіміз керек. Мен сендерге қазір бір мысал келтіріп кетейін. Мысалға 24, 24-ті бөлген 6-ға, 24-ті бөлген 8-ге. Қайсы үлкен болады, қайсы кіші болады? Біздер 24-ті 6-ға бөлетін болсақ, 4 болады. 24-ті 8-ге бөлсек, 3 болады. Яғни қаншалықты кіші санға бөлсек, соншалықты үлкен сан шығады. Сендер 24 алманы 6 адам бөліп алсаңдар көбірек бола ма, немесе 24 алманы 8 адам бөліп алсаңдар 3-тен ғана болады. Сонда бізге керек кішісі. Яғни кіші болу үшін біздер оны үлкен санға бөлуіміз керек. Яғни жауап бізде Д. Мынау 1003, мынау 1001. Келесі теңдеуді шешіңіз. Қарапайым теңдеу. Қарап тұрсаңдар, мына жақта бөлімі 7, 14, 14. Яғни мен бірінші ортақ бөлімге келтіріп алайын, өзімен ыңғайлы болу үшін. Ортақ бөлімге келтіру үшін жай бөлшектің негізгі қасиеті алымында бөлімінде бірдей санға көбейтуге болады. Яғни алымында бөлімінде 2-ге көбейтейін, ары қарай жаза берейін. Сонда 7 2 бізде 14, x-те көбейтсем 2x. Қосылған, мен бірден мынаны бұрыс бөлшекке айналдырайын, 14-ті 1-ге көбейтіп 1-ге қосамыз. Сонда 14-ті 1-ге көбейтсем 1, қоссам 1-ді, бізде болады 15. Ол тең болады, мен мына 4-ті де 14 түріне жазым керек. Яғни қаншаны 14-ке бөлсем 4 шығады. Так, 14-ті ол үшін 4-ке көбейтуім керек қой. 4 4-ім 16 бір ойда. 4 ойдағымен 5. Яғни мен 56-ны 14-ке бөлсем 4 деп жазаламын. Ары қарай 14-ті 2-ге көбейтсем 28, үстінегізмен, яғни алыммен 29-дан 14.
Енді мен не үшін былай істедім? Бізде теңдеуде мынандай қасиет бар. Теңдіктің екі жағында, мына бірінші жағы, мына теңдіктің бірінші жағы, теңдіктің екі жағында бірдей санға көбейтсек, теңдіктің, яғни теңдеудің мәні өзгермейді. Шешімі өзгермейді. Сонда мен екі жағында 14-ке көбейтіп тастасам, яғни 14 көбейту 14 көбейту 14 деп 14-те көбейтіп тастасам, 14-терді мен қысқартып тастай аламын ғой. Сол кезде бізде қалады тек алымдары ғана. Мен сол алымдары ғана қалу үшін 14-ке көбейттім. Сонда бізде алымында қалды 2х қосылған 15. Ол тең болды 56, азайтылған 29. Бірінші азайтып алайық жарайды. 56-дан азайтсақ 29-ды. Бірін берсек 16, 16-дан 9 азайтсам 7, 4, 4-тен 2-ні азайтсам 2, 27 қалды. Сонда 2х теңдалайын. Мұна плюс 15, мына жаққа барғанда минус 15 болып өтеді. Мына бізде 27 қалып еді, минус 15 болып өтеді. Сонда 2х тең болды. 7-тен 5 азайтсам 2, 2-ден 1 азайтсам 1. Сонда х тең болады. 2-ні қаншаға көбейтсек 12. Яғни мына жерде бізде 6 болу керек. Х тең 6. Жауап бізде Б екен. Мен сендерге келесі есепті шығару үшін мыналарды өшіріп тастайын. Сендер паузаға қойып жазып алсаңдар болады. Видео ұнаса, лайк басып отырыңыздар. Келесі есеп ұзындығы 60 метр және ені 20 метр болатын тік төртбұрышты бақ қоршаумен қоршалған. Тік төртбұрышты бақ қоршаумен қоршалған. Бақшаны үлкенірек ету үшін сол қоршауды пайдаланып, оның пішімі шаршыға өзгертілді. Бірақ қарасаңдар, қоршау өзгерген жоқ. Сонда бұл бақшаның ауданы неше метр квадратқа кеңейді. Басында бізде ені 20, ұзындығы 60 еді. Сонда қоршаудың ұзындығы қанша еді? Ұзындығы бізде с дейік немесе л дейік, разница жоқ. Яғни 20, 60, 20, 60. Ұзындығы яғни 20-ға 60, 80, 80-ге 80, 160 болатын метр. Басында 160 метр қоршау болды. Сол қоршаудың ұзындығы өзгермейді, бірақ оны шаршы қылып, яғни 4 қабырғасы бірдей шаршы қылып қайттан орналастырады. Сонда бізде мына 160-ты 4-ке бөлетін болсам 40-тан болады. 40, 40, 40 болып өзгерді. Енді басында бізде ауданы қанша еді? Яғни көбейтеміз. S тең 20 көбейту 60. 60 ол тең болады 6, 2, 12 және 0 мен 0, 0. Ал енді қазір бізде 40-ты 40-қа көбейтсем 4, 4, 40 көбейту 40 дей салайын. Ол тең болады 4, 4, 16 және 0, 0. Басында 1200 еді, 1600 болды. Сонда 400 метр квадратқа артты. 400 метр квадратқа кеңейді. Келесі есепте оқушылар 72 метр ұзындықтағы жолдың бір жағына әр 9 метр жерге бір топ ағаштан екті. Онда барлығы қанша топ ағаш егілді? Негізі осы типтегі есептер әр жылы келеді. Мен сендерге бірінші тақырыпты сәл түсіндіріп жіберейін, одан кейін осы типке өтеміз. Айтпасыңдар түсінбей қалулары мүмкін. Мысалға бізде мынандай бір 10 метр жол болсын делік. Әр 2 метр сайын ағаш егіледі. Яғни мына жерге бір ағаш ектік. 2 метр кетеді. 2 метр. Тағы бір ағаш ектік. Тағы 2 метр тастаймыз да, тағы бір ағаш ектік. Тағы бір 2 метрді тағы бір егеміз. Және 2 метр тастап тағы бір өнен ектік те, 2 метр тастап ектік. Барлығы бізде 10 метр болып тұр. Ал қанша тал ағаш егіліп тұр? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ағаш егіліп тұр. Себебі соңына тағы бір ағаш қосып жібердік. Басында тағы бір ағаш болған. Соңына тағы бір ағаш қосып жібердік.
көбісі ойлайды, мысалға 2 метрден, мына өзі 10 метр барлығы, 2 метрден егетін болсақ, мұнда 5 тал ағаш егеміз деп ойлайды. Бірақ біздер соңына тағы бір ағашты қосып жібергендіктен біздерде 6 ағаш болды. Енді мына тура солай. 72 метр болған. Әрбір 9 метр сайын екті. Сонда бізде болды 8 ағаш, бірақ соңына тағы біреуін осылай қосып берсе, 9 ағаш егіледі екен. Онда барлығы 9 ағаш егіледі. 8 емес, мына жерде 9-ды белгілеуіміз керек. Сондықтан осындай типтегі есептер әр жолы келеді. 7-ші есепте Ерасыл 9 минут бойы қозғалыста болды. Ол 1-ші минутта 1 км сағат, 2-ші минутта 2 км сағат, 3-ші минутта осылай тағы солай сияқты 9-ші минутта 9 км сағат жылдамдықпен қозғалды. Ерасыл барлығы неше метр жол жүрді? Мына жерде сендер байқасаңдар, мына жерде 9 минут деп тұр, және неше метр жол жүрді деп тұр. Ал біздің жылдамдықтарымыз километр сағат. Километр сағат, тура осылай километр сағаттар. Давайте біздер бірінші километр сағатты метр минутқа айналдырып алайық. Сонда біздер 1 километр сағат дегеніміз, мен былай жазайын. 1 километр бөлінген сағат. Мынау бізде бөлу деген белгісі ғой. Сонда 1 тұра береді. 1 километрде қанша метр бар? Біздер метр минут қандырымыз керек қой. Сонда километрде бізде 1000 метр бар. Және 1 сағатта қанша минут бар? 60 минут бар. Бізде енді мұнаны қысқартып отырып керек емес негізінен. Мына біріміз алымына кетіп қалады ғой. Сонда 1000 бөлінген 60 бұл сан, метр минут. Бұл 1-ші минутта. 2-ші минутта 2 километр сағат, 2000 бөлінген 60. 1-ші минутта 1000 бөлінген 60 метр минут. 2-ші минутта 2000, себебі 2 мына жерге көбейтіліп кетеді. Мына жерде тұрған 2 мына жағына көбейтіліп кетеді де, алымына 60 болады бізде метр минут. Тура осылай 9-ші минутта 9000 бөлінген 60 метр минут. Енді қараңдар. Сонда қосып шағайға 1-ші минутта, яғни 1000 бөлінген 60 жүреді. 2-ші минутта 2000 бөлінген 60. Бәрін қосып шағайық. 1000 бөлінген 60 қосылған 2000 бөлінген 60 қосылған 3000 бөлінген 60 кете береді осылай. Сонда 60 қала береді де, мына жақ 9000-ға дейін. Енді осыны есептейік. Бұны есептеудің енді бірнеше жолы бар. Мен мынаны кішкене жоғары жылжытайын, мынаны мен өшіріп тастайын. Сендер жазып алыңдар. Мынаны жоғарырақ қояйын. Бұлай қойсам. Етейін да онда. Сендерге де ыңғайлы болсын. Кішірейтейін. Міне, сендерге жазып алу ыңғайлы болсын. Сонда бізде болады. Барлығында бөлімі бізде 60 болғандықтан 60 болып қала берсін. 1000-ға 2000-ді қоссам, 2000-ға 3000-ді. Енді 1000-дарды қазірше не істемей қойық, 1000 деген ол қала беретін нәрсе ғой. 1-ге қосайын, 2-ні қосайын, 3-ті қосу 4, қосу 5, қосу 6, қосу 7, қосу 8, қосу 9 деймін. Енді сендер бұны Гаусс әдісімен қоссаңдар да болады. Гаусс әдісін білмесеңдер, былай қосып шығыңдар, 9 ақсан ғой. 1, 2, 3, 3-ке 3, 6, 6-ға 4. 10, 15, ары қарай 6-ға 7 бізде 13, 9-ға 8, 17, 15 бар. 15, 5 бір ойда, 3 ойдағымен 4. Яғни 45.000 екен. 45.000. Енді қысқартайық, 1 0 мен 1 0 қысқартайын.
45 пен 6-ны қысқартсам, 45-ті 3-ке бөлсем 15, 6-ны 3-ке бөлсем 2. 15, 0, 0. 1500, яғни бөлінген 2, 1500-ді 2-ке бөлсем 750 екен. Бізде жауап сонда С болады. Енді келесі есептер. Сендер мынаны жазып алыңдар. Скриншот жасап алыңдар немесе. Мен өшірейін. Келесі есепте n нөл леп белгісі, бірақ біздер оны математикада факториал деп оқимыз. n факториал дегеніміз ол бірден n-ге дейінгі сандардың көбейтіндісі. Яғни, мысалы 3 факториал болса 1 көбейту 2 көбейту 3. 5 факториал болса 1 көбейту 2 көбейту 3 көбейту 4 көбейту 5 деген сияқты. Енді сендерге мынаны есептеу керек. 8 факториалды бөлулерің керек 6 факториалға. Нешеге тең екенін табыңыз деп тұр. Яғни, қарасын алып алайын. 8 факториал бөлеміз 6 факториал. Яғни 1 көбейту 2 көбейту 3 көбейту 4 5 көбейту 6 көбейту 7 көбейту 8, ал бөлімінде 6-ға дейін. 1 көбейту 2 көбейту 3 көбейту 5 көбейту 6. Енді қысқарттасақ, иә? Бұл жақта барлығы көбейту болғандықтан қысқарта аламыз. 1 мен 1, 2 мен 2, 3 мен 3, 4 мен 4, 5 мен 5 және 6 мен 6. Қалды бізде 7 мен 8 ғана. 7 мен 8-ді көбейтсем бізде 56 екен. Жауап бізде Е. Келесі. Сендер мына жақта бірден қысқартып қоюларыңа болмайды. Мына жақта леп белгісі тұр ғой. Ол да бірдеңені білдіреді деген сөз. Мына жаққа 3-тен 4 деген жауапты қойыпты. Әдейі сендер ұштастыру үшін. Келесі, төмендегі бөлшектердің нешеуін ондық бөлшек түрінде жазуға болады. Сендерде енді екі тәсіл бар. Жай бөлшекті ондық бөлшек түрінде жазу үшін алымын бөліміне бөлеміз. Мына жақта сендер барлықтарының алымын бөліміне бөліп шықсаңдар болады. Немесе тағы бір ереже бар. Бізде мынау бөліміндегі сан 10-ның, немесе 100-дің, немесе 1000-ның, 10 мыңның бөлгіштері болса, онда ол санды біздер ондық бөлшек түрінде жаза аламыз. Немесе мына жерде мысалға 3-ті қандай санға көбейтсең, 1000 шығады. Немесе қандай санға көбейтсең 100 шығады, 10 шығады деген сияқты табуларыңа болады. Басынан бастайық, иә? Мен мынаны алайын мысалға. 2-ден 1. Біздер 2-ден 1-ді жазсақ болады. Алымында бөлімінде 5-ке көбейтетін болсақ, бөлімінде 10 болады, алымында 5 болады. Сонда бізде 0,10-нан 5 болады, иә? Яғни біріншісі бізде болады. Екіншісі, біздер 3-ті 2 бөлінген 3 енірікті. Қайтадан жазып жіберейін. Ой. 2 бөлінген 3. Біздер 3-ті қаншаға көбейтсек те 10 болмайды. Қаншаға көбейтсек те 100 болмайды. 1000 болмайды, е? Бізде 3-ке бөлінудің өзің нелер бар ғой, шарттары. Мысалға 100 деген күннің өзінде 1 қосым 0 қосым 0, ол бізде 1-ге тең. Бізде цифрлардың қосындысы 3-ке тең болған кезде ғана 3-ке бөлінеді. Біз мына жаққа қанша сан 0 жазсақ та, ол цифрлардың қосындысы ешқашан 3 болмайды. Сол үшін ол ешқашан 3-ке бөлінбейді. Яғни мынау бізде бөлінбейді. 4. Мынаны өшіріп тастайын. Төртті біздер алымында, то есть бөліміндегі сан, біздер 20-ға немесе 25-ке көбейтсек, 4-ті 25-ке көбейтсем бізде 100 болады. Яғни 3-ті де 25-ке көбейтуіміз керек. Сол кезде 75 болады да, 0,175 деп жазуға болады. Яғни мынау бізде болады. Мына 5-тен 4-ті де білесіңдер, е? 2-ке көбейтетін болсақ, бізде бөлімінде 10 шығады, алымында 8 шығады, яғни 0,8 болады. Мынау болады. 6. Енді қараңдар. Мынау 6-дан 5. Біз оны жаза аламыз.
2 көбейту 3 деп, мына жақта 3 бар ғой. Бағана бізде 3 бар сандарды біздер ешқашан ондық бөлшек түрінде жаза алмаймыз. Яғни мынаны біздер жаза алмайды екенбіз. Мынау 8. Біздер 8-ді жаза аламыз. Егерде біздер 7-ден 8-е, ал мында бөлімінде 125-ке көбейтетін болсақ, мына жерде бізде 10.000 шығады. 1000 шығады. Ал мына жерде бізде бір сан шығады. Бөлім 1000 болып тұр, яғни біз оны ондық бөлшек түрінде жаза аламыз. Мына жерде 9-дан 8. Біз мына 9-дан 8-ді 9-ды 3 көбейту 3 деп жаза аламыз. 3 бар жерді біздер ешқашан ондық бөлшекке айналдыра алмаймыз. Және 10-нан 9-ды біздер енді айналдыра аламыз. Ол өзі итак 10 болып тұр. Сонда біздер 5-еуін ондық бөлшек түріне жазуға болады. Жауап бізде болады С. Келесі септер. Мынаны сендер скриншот жасап алыңдар, немесе бүктелеріңе жазып алыңдар. Келесі септе мирас бір сан ойлады. Мирас ойлаған санның ширегі сол санның 10%-нан 6-ға үлкен. Мирас ойлаған санның цифрларының қосындысы нешеге тең? Енді қараңдар, бір сан ойлады, сендер оны білмесіңдер, яғни ол бізде x. Мирас ойлаған санның ширегі. Ширегі деген 4-тен 1, яғни 4-ке жай ғана бөлесің. Сол санның 10%-нан, x-тің 10% дегеніміз ол 0,1-ге көйтеміз ғой. Немесе 10-ға бөлеміз. 10% дегеніміз 10-ға бөлеміз. X бөлінген. X бөлінген 10. 10%-нан 6-ға үлкен. Яғни ширегі, мынау ширегі, мынау 10%-нан мынау үлкен болып тұр. Қаншаға үлкен деген кезде 6-ға үлкен болып тұр. Яғни аз айтқанда 6-ға тең болып тұр. Мен бағана сендерге айтқан. Бұл жақта енді екі түрлі нәрсе істеп болады. Жақсы, бағана сендерге айттым ғой. Теңдіктің екі жағында бірдей санға көбейтуге болады. Мен теңдіктің екі жағында, мысалға, 40-қа көбейтейінші. Неге 40-қа? Себебі, қазір мен көбейту 40 деп жазсам, сендер осы әдісті үйреніп алуларың керек. Әрқашан теңдіктің екі жағында бірдей санға көбейтіп жүріңдер. Сол кезде өздерінің жолдарын өздерің жеңілтесіңдер. Мен теңдіктің мына жағын көбейттім, демек теңдіктің мына жағында көбейтуім керек. Сонда бізде қараңдар, 4 пенен 40 қысқарады, бізде 10 қалады. Мынау 1 қалды. Қайттан 40 пен 10 қысқарады, 1 қалады, 4 қалады. Сонда бізде бөлшектің бөлімінен құтылдық. Яғни бөлшектің бөлімінен құтылу үшін ортақ еселігіне көбейте саламыз. 10x қалды. Минус 4x. Ол тең болды, 6 4-24 және 1 0 бар міне. Енді бізде теңдеуіміз оңай болды, мынаған қарағанда. Сонда 12-тен 4x айтсам бізде 6x қалды. Ол тең болады 240-қа. Сонда x дегеніміз бізде ойлаған сан ғой. Ол бізде 40-қа тең екен. Цифрлардың қосындысы деп тұр, яғни 4 қосылған 0, ол бізде 4 екен. Келесі 6А сыныбында 20 оқушы бар, және сынып оқушыларының 25% ұл. 6Б сыныбында 30 оқушы бар, және сынып оқушыларының 40% қыз. Жалпы 6 сынып оқушыларының қандай бөлігі қыз? Мен мынаны қайттан өшіріп тастайын, сендер жазып алыңдар осыны. Паузаға қойып алып. Алдымен 6Аны жазайын. Жиырма оқушы. Так, мынау қыз болсын, мынау ұл болсын. 25% ұл. 25%-дің өзі 4-тен 1 екенін білесіңдер ғой. Яғни 4-ке бөлсем 5 болады, яғни 5 тал ұл. Ал қалған 15 талы қыз. Келесі бізде 6Б сыныбы. 40% қыз. Так, 30 оқушы. 30-дің 40%-ын табу үшін 10-ға бөліп тұрып 4-ке көтеме. Егер сендерге пайыз тақырыбы қиын болатын болса, мен толық түсіндірген YouTube каналымда видео бар.
сол арқылы сендер пайызды шатаспай, қиналмай шығарып үйрене аласыңдар. Сол видеоны көріңдер. Так, 40% дегеніміз 100-ден 40, иә? Немесе 10-нан 4. Так, 0-дер қысқартсам бәрі 10-нан 4 шығады. Енді 30 көбейту 4 бөлінген 10. Мына 0 мен 0 қысқартты. 4 үшім 12. Так, бізде 40% қыз деп тұр. Яғни 12-сі бізде қыз болып тұр. 30 еді бізде. Қалған 8-і ұл. 6-шы сынып оқушыларының, яғни барлығы бізде, яғни 50 оқушы. Қанша пайызы, қандай бөлігі, немесе қанша пайызы қыз? Қыздар бізде 27. Санның бөлігін табу үшін, мынау бізде барлығы, мынау бізде керегі. Бізде қыз керек қой. Енді біздер пайыз түріне жазуымыз үшін бөлімі міндетті түрде 100 болуымыз керек. 100 қылуымыз керек. 100 болатын болса, біздер алымында бөлімінде 2-ге көбейтетін болсақ 100 болады. Және ана бізде 7 ғой. 27-ге 54 болады. Демек бізде 54 екен. Паузаға қойып жазып аламыз. Келесі. Қайрат 3 күнде 105 есеп шығарды. Бірінші күні болсын, екінші күні болсын, үшінші күні болсын. Сендер кез келген есепті шығарған кезде, сызбасын сызсаңдар, сендерге теңдеуін құру оңай болады. Кез келген мәтін есепті сендер теңдеу құрып шығаруларың керек. 3 күнде 105 есеп шығарды. Екінші күні 15 есеп шығарды. Бірінші және екінші күні шығарған есеп саны, бірінші және екінші күні шығарған есеп саны, екінші мен үшінші күні шығарған есеп саны екесе көп. Так, бізде бірінші және екінші күні шығарған есеп саны, екінші мен үшінші күні шығарған есеп санынан екесе көп. Яғни мынау уже екесе көп болып тұр. Яғни екіншіні көбейтеміз, қосамыз, үшіншіге осыдан 2 есе көп шығып тұр. Мына бірінші күні шығарған есептері. Енді мына 15-ті қойып алайын. Так, мына бізде 15 болып тұр, е? Мынаны мен А деп алайын. А қосылған 2 дегеніміз бізде 15. Ол тең. Былай істемші. Мына жақта. Так. Аны мен мынау емес, мынау деп алайын, е? Мынау деп алсам ыңғайлы сияқты. Сол кезде А қосылған 15-ті, мынау менде 15 қосылған. Үшіншіміз бізде А. Оны 2-ге көбейтсем, ол тең болады бірінші қосылған 15-ге. Сонда біріншіге қосамын 15-ті. Ол тең болады 15-ті 2-ге көбейтсем бізде 30 қосылған А2, 2А. Сонда бізде бірінші күніміз қосылған 15 жаза тұрайын. Немесе теңдіктің аржағын өтіріне. Бізде қосылған 15, теңдіктің мына жағын өткенде азайтылған 15 болады. 2А, мына қосылған 30 еді ғой. Азайту 15 болып барады. Сонда бірінші дегеніміз 2А азайтылған 15 болады екен. Яғни мынау бізде 2А азайтылған 15. Енді бізде мынандай шарт болған. 3 күнде 105 есеп шығарады. Яғни 3 күнде 105 есеп шығарады. Сонда 2А минус 15 қосылған 15 қосылған А. Ол тең 105. Қосылған 15 пен азайтылған 15 екеуі бірге жойылып кетеді. Жойылуын не екенін білетін шығарсыңдар. Минус 15 плюс 15 0 болады. Сонда 2А қосылған А 3А болады, тең 105. A'мыз тең болады 35-ке.
Яғни мынау бізде 35-ке тең болды екен. Енді 35-ті 2-ге көбейтсем, бізде не сұрап тұр? Қайрат бірінші күні неше деп шығарды? Ана 35-ті 2-ге көбейтсем бізде 70. 70-тен 15 тастасам 55. Яғни бізде С жауабы екен. Сендер осыны жазып алыңдар. Мен қайттан өшірем. Келесі есепте. Төмендегі сандар тізбегінің заңдылығын анықтап, сұрақ белгісінің орындағы санды табыңыз деп тұр. Бұл енді өте күрделі есептерге жатады. Заңдылығын мен қазір сендерге айтайын. Бұл жақта ешқандай ереже, бұндай есептерде ешқандай ереже болмайды, қатып қалған. Сендер сол ережені өздерің анықтайсыңдар, яғни заңдылықты өздерің анықтайсыңдар. Бізде мынандай заңдылық бар мына жерде. 1, 3, 5, яғни қосылған 2 болып тұр мына жерде. Мына жерде қосылған 2 болып тұр. Яғни 1-ге 2-ні қосқан 3 болады, 3-ге 2-ні қосқан 5 болады. Мына жердегі сан табады. Ал мынау екінші сандарды бұлай 1, 2, 3 бүйтіп тұр, таба береді. Сонда бір-бірден аттап кетіп тұр. Бізге керек мына жердегі сан, иә? Ал бөлімінде мына 1, 2, 3 болса, мына келесі 4 болады. Ал мына жерде 1-ге 2-ні қоссам 3, 3-ге 2-ні қоссам 5, 5-ге 2-ні қоссам мынау 7 болады екен. Енді бөлімін қарайық. 2, 10, 18. Яғни 2-ге 8-ді қосқан 10, 10-ға 8-ді қосқан 18, 18-ге 8-ді қосады бізде 26. Мына жалғасын көрсете салайын сендерге. Мына 3-ге 4-ді қосқан 7, 7-ге 4-ді қосқан 11, 11-ге 4-ді қоссам мына жерде 15 болатын еді. Бірақ бізден сұрап тұр тек келесі санды. Яғни бізден мына санды сұрап тұр екен. Жауап бізде Д болады. Келесі есепте. Төмендегі өрнектің мәнін есептеп, аралас бөлшек түрінде жазыңыз. Бұл жақта енді қайтадан. Мен мына жерде мына сәл төменге түсірейін. Жоқ, бірге болып тұр екен, жақсы. Мына жерде 7-тен 1, 14-тен 3, 14-тен 1. Мына 7-тен 1-ді мен жазым кеп тұр, 14-тен 2 деп. Себебі алымында бөлімінде мен 2-ге көбейте алам. Яғни алымында бөлімінде 2-ге көбейтсем 197 көбейтілген 14-тен 2. Көбейтілген 14-тен 2. Қосылған 304 көбейтілген 14-тен 3. Қосылған 197 көбейтілген 14-тен 1. Енді мына жерде 197 мына жерде де бар. 197 бізде мына жерде де бар. 197 мына жерде де бар. Мен 197-ні шақшан сыртына шығарып, мына жерде қалды 14-тен 2. Қосылған. Мына жерде қалды 14-тен 1. Ал мынау бізде ештеңе емес, жай ғана жалғастырып жазамыз. 304 көбейтілген 14-тен 3. Сонда болды бізде 197 көбейтілген, мына көбейту бар. 14-тен 2-ге 14-тен 1-ді қоссам 14-тен 3 шығады. Қосылған 304 көбейтілген 14-тен 3. Енді қайттан бізде мына жерде де 14-тен 3 бар, мына жерде де 14-тен 3 бар. Сонда бізде 14-тен 3-ті шақшан сыртына шығарсақ, 14-тен 3-ті шақшан сыртына шығарсақ, 197 қосылған 304 болады. Қос шөлік. 197 қосылған 304. 7-ге 4 қоссам
11 бір ойда, 9, 0, 10. Ойда тағы бір бар. 4 ойдағымен 5, 501. Яғни 501 көбейтілген 14-тен 3. Енді сендер аралассанда ұмытып кетпеңдер. Біз мынаны алып тастасақ болмайды. Біз қосу болған кезде ғана алып тастаймыз. 501-ді, яғни алымны көбейтеміз. Сонда 501-ді 3-ке көбейтсек, 1000 1503 болады. Тең 1503 бөлінген 14-ке. Енді сендерге аралас бөлшек түріне жазып тұр, яғни алымын бөлімде бөліміз керек. 1503-ті бөлем 14-ке. Бірден берем 14, бір қалады азайтқанда. Енді 0-ді түсірем, 10 бізде жетпейді, сол үшін қайттан 3-ті де түсірем. 2 сан түсіргенден 1 0 қоям. 103-тің ішінде 14. 9-дан берсем, болы ме екен? 9-дан беріп көрін, есік жоқ үшіп тастаймын. 9 4-імізде. 8-ден немесе 7-ден берем, бізде жетпей қалайын деп тұр. Жетпіс қосылған 7-ден берем. 7 4-ін 28, 2 ойда. 7 бөлім 7, 8, 9. Бізде қалды 5. Сонда 7-ден берген дұрыс екен. Сонда мен былай жазам. 107 бүтін 14-тен 5 қалды деп. Жауап бізде сонда 107 бүтін 14-тен 5 екен. Келесі сендер мынаны жазып алыңдар, мен қайттан өшіріп тастайын. Келесі есепте қызының 8 жыл бұрынғы жасы әкесінің 12 жыл бұрынғы жасының 8-ден 3 бөлігін құрайды. Қазір әкесі 14 жаста болса, қызы неше жаста? Енді қараңдар, әкесінің 12 жыл бұрынғы деп тұр, е? Қызының қазір жасы қызы болсын. Мынау әкесі болсын. Әкесі қазір 44 жаста. Мынау қазір деп қойын. Мынау бұрын дейін. Әкесі қазір 44 жаста. Яғни 12 жыл бұрынғы. Әкесінің 12 жыл бұрынғы. 44-тен 12-ні айтсам 36. Қызының 8 жыл бұрынғы жасы әкесінің 12 жыл бұрынғы жасының 8-ден 3-і. Яғни 36-ның 8-ден 3-і қызының 8 жыл бұрынғы жасы екен. 36-ның 8-ден 3-і. Бұл қызының 8 жыл бұрынғы жасына тең. Сонда бізде болады. Мына жерде қателесіп кетіппін. 44-тен 12-ні айтсам бізде 32 ғой. Бәсе қысқармай қалды. Бізде қысқаратын сан шығу керек, бүтін сан шығу керек. Яғни мынау да бізде 2-ге тең. Қайттан қысқартамыз сонда. Мына жерде 4 болды. 4-ті үшін 12. Яғни 8 жыл бұрынғы жасы 12 болса, ал қазіргі жасы 20-да. Қызы неше жаста? Яғни 20 жаста екен. Келесі. Мынандай логикалық амалы келесі анықталған. Яғни, егер А амал Б болса, сен Аға Б-ны бөліп, қосасың, Б-ны Аға бөлгенге тең. Онда мына бөлінгеннің мәні нешеге тең? Яғни сен мынау А деп тұрған жерге мынаны қоясың, Б деп тұрған жерге мынаны қоясың да есептеп аласың. Бұл бізде жақша тұр, е? Одан кейін арттырып шыққан мәнді Аға қоясың, 2,9-ды Б-ға қоясың да қайттан есептейсің. Сонда біздер бірінші, үшінші себе, біріншісінде сонда 0,4 мынандай 0,16-ға. Ол тең А мен Б-ға қоямыз. Яғни А мен Б-ны бөлесің, яғни 0,4-ті бөлесің 0,16-ға.
қосасың, енді керісінше b мен a-ны бөлесің. Яғни 0,16 бөлесің 0,4-ке. Мен мұнаны кішкене былайырақ жазып алайын, сендерге тең ары қарай жазуға ыңғайлы болады. Енді байқап тұрсаңдар, мына жерде бөлшектің алымында бөлімінде жай бөлшектер ғой, то есть ондық бөлшектер ғой. Бізге ол ыңғайсыз. Жай бөлшектің алымында бөлімінде бірдей санға көбейтуге болады. Мен үтір жылжу үшін, 2 рет жылжу үшін 100-ге көбейтейін. Егер мен бөлімін 100-ге көбейтсем, алымында 100-ге көбейтуім керек. Мына жерде алымын 100-ге көбейтсем, бөлімінде 100-ге көбейтуіме болады. Себебі біздер қысқартуымызға болады ғой, бірдей санға бөлуге. Яғни біздер көбейтуімізге де болады. Яғни 2 үтір жылжыған кезде бізде 40 болады, бөлінген 16. Ол қосылған, керісінше 16 бөлінген 40. Қысқартып жіберейін. 4-ке бөлсем 10, 4-ке бөлсем 4. 4-тен 10 болды. Ары қарай бөлсем де болады. 2-ке бөлейін. 10-ды 2-ке бөлсем 5, 4-ті 2-ке бөлсем 2. Сонда 2-ден 5 қосылған, 5-тен 2. Ортақ бөлім 2-ге де 5-ке де бөлінетін сан, ол бізде 10. 10-ды 2-ке бөлсем 5 болады, 10-ды 5-ке бөлсем 2 болады, 5-ке 5-ті көбейтсем 25 болады, қосылған 2-ке 2-ні көбейтсем 4 болады. Тең болады бізде 29-дан, 10-дан 29. Ол дегеніміз 1 үтір жылжиды, 2,9 деген сан. Яғни мына санымыз бізде 2,9. Мынау біз 2,9, мынау 2,9. Яғни, мен мынаны енді жасылмен жазайын, немесе мынаумен жазайын. 2,9 мынандай амал бізде, және 2,9. Екеуі де бірдей сан, е? Енді 2,9, 2,9, 2,9, 2,9 болады. 2,9 бөлінген 2,9 қосылған, 2,9 бөлінген 2,9, ол тең болады. Бірдей сандарды бөлсек 1 болады. Бірдей сандарды бөлсек 1 болады. Жауабы 2 болады. Жауап бізде 2-ге тең. Енді келесі есеп жазу үшін мен қайттан өшірейін. Жазып аламыз. 1-ден 100-ге дейінгі сандарды төмендегі ретпен жазылған. Бір цифры неше рет кездеседі? Яғни мына жақта 1, 2, 3, 4, 5, 6 бүйтіп 100-ге дейін барады. 1 деген цифр қанша рет кездеседі? Мен 1 деген цифр кездесетіндерді ғана жазып шығайын. Сонда бізде 1-де бар, 2, 3, 4, 5, 6 дегенде кездеспейді. 10-да болады. 11-де 1 бар. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20-да жоқ, 21-де бар. Ары қарай 22, 23-де жоқ, 31-де бар. 41, 51, 61, 71, 81, 91 және 100-ге дейін, яғни 100-дің өзі. Бізде қанша тал бір шықты? 1, 2, мына жерде 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 тал бір бар екен. Енді сендер басқаша жолмен есептесеңдер де болатын еді. Мен мына жақта аз болған соң былай жазып шыға салдым. Егер мына жақта 1000-ға дейін болса, мына сендер формула бойынша есептеулерің керек еді. 1 бар. Мына жақтан бастап 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 тал санда әрқайсысында 1 бар, плюс 11-де тағы 1 бар деп, сендер логикалық түрде ойлануларың керек болады. Мына жақта 100-ге дейін ғана болғандықтан жазып шыға салдым. Келесі есептер соңғы 3 есеп.
Мұрат пен Саматта бірдей алма бар. Мұрат өзінің алмаларының қандай бөлігін Саматқа бергенде, оның алмалар саны Саматтың алмалар санынан 4 есе артық болады. Басында бізде екі адам бар. Мұрат және Самат. Басында деп қойын. Бергеннен кейін. Бергеннен кейін бізде Саматтың алмалар саны 4 есе артық болды. Саматта 4 есе артық болды. Яғни біздер басындағысын қазір жазбай тұрайық. Бізде 4 есе артық болса, мынау x болса, мынау 4x деген сөз. Енді қараңдар. Екеуін қосқанда қанша бізде? Екеуін қосқанда 5x. Яғни барлық алма бізде екеуін қосамыз. Яғни x-қа 5x-ті қоссам, 4x-ті қоссам 5x болады. Басында бізде 5x еді. Басында екеуінде тең болды, яғни екеуінде 2,5x-тен болды. Енді сонда қарасаңдар, басында Мұратта 2,5x еді, сосын x қалды. Демек қанша берді бұған? Мен былай істейін. 1,5x берді емес пе? 1,5x берген екен, x қалды. 1x қалды, то есть. X дегеніміз өзі 1x қой. Сонда 1,5x берді. Енді қандай бөлігін берді деп тұр. Біздер бөлігін анықтау үшін, бізде басында өзінде барлығы бар еді. Бізде керегі. Керегі немесе бергені бөлігі ғой жалпы. Сонда бізде басында 2,5x еді. Одан кейін оның 1,5x-ін берді. Сонда мынау бөлік, бөлшек қой өзі. Осы бөлік қандай бөлігі бергенін көрсетеді. X-терден қысқартамын ғой. Алымында бөлімінде қайттан 10-ға көбейтіп жіберейін. Себебі маған ондық бөлшектер ұнамайды. 1,5-ні 10-ға көбейтсем 15 болады, 2,5-ні 10-ға көбейтсем 25 болады. X-тер қысқарып кетті. 15 пен 25-ті 5-ке бөлсем, мына жақта 5 қалады, мына жақта 3 қалады. Яғни 5-тен 3 бөлігін берді деген сөз. Келесі, құрамында 0, 2, 7, 8 цифрлары кемінде бір рет кездесіп, яғни бірнеше рет кездесе болады. Және тек осы цифрлардан тұратын, яғни басқаша цифр қолдамаймыз, тек осы цифрлардан тұратын ең кіші 3-ке бөлінетін және 5 таңбалы сан нешеге тең. 3-ке бөлінетін деп тұр. 3-ке бөлінудің ережесі бар. Бізде 5 таңба сан керек. 1, 2, 3, 4, 5 тал деген. Біздер санды қойып алайық. Осы жерге цифрларды орналастырамыз. Бізде өзі 4 тал цифр бар. Яғни тағы біреуін, осылардың ішінде біреуін тағы бір рет қайталауымыз керек. Бізде 5 таңба сан үшін. Бізде 3-ке бөлінетін деп тұр. Бізде 3-ке бөліну үшін цифрларының қосындысы, цифрлары ғой. 0 қосылған 2, қосылған 7, қосылған 8, қосылған тағы бір санды екінші рет жазамыз. Сол сан бізде бөліну керек 3-ке. Бізде 2-ке 7-ні қоссам 9, немесе 8-ге 2-ні қоссам 10, 17 болып тұр. 17-ге тағы да қандай санды қоссам, сол сан 3-ке бөлінетін болады. Егерде 2-ні қоссам, бізде 17 болды. 17-ге 2-ні қоссам, 2-ні қоятын болсам, 19 болады, 3-ке бөлінбей қояды. Яғни 2-ні қоя алмаймын. 7-ні қоятын болсам, 17-ге 7-ні қоссам, 24. 24 3-ке бөлінеді, яғни мен 7-ні тағы да жаза аламын. Егерде 8-ді қоятын болсам, 17-ге 8-ді қоссам, 25, 25 5-те 3-ке бөлінбей қалады, яғни мына жердегі сандар да 3-ке бөлінбей қалады деген сөз. 3-ке бөлінудің ережесін қолданамыз. Яғни бізде 0, 2, 7, 8, 7 деген сандар бар. Осы сандарды мына жерге орналастыруымыз керек. Бізге ең кіші болатын деп тұр, яғни ең кіші болу үшін біздер ең кіші саннан бастаймыз. 2. Біздер 0-ден бастай алмаймыз бірақ. Енді біз ең кіші болу үшін екіншісі 0 тұру керек. Қалған 7, 7, 8-ді
кішісінен бастап орналастыра береміз, яғни 7, 7, 8 деп орналастырамыз да, осы сан бізде ең кіші болды. Яғни 2, 0, 7, 7, 8. Скриншот жасап аламыз. Келесі соңғы есебімізде 192.192.192 санының ең кіші және ең үлкен тақ бөлгішінің қосындысы нешеге тең? Бізде ең кіші тақ бөлгіші, бізде кез келген сан бірге бөлінеді. Бір бізде тақ. Яғни ең кіші тақ бөлгіші ол бізде бір. Так. Ең кішісі бір болып тұр. Ал енді ең үлкенін табайық. Бізде тақ деген сөзінің өзі 2-ге бөлінбейтін сан. Яғни біздер бұрын 5-ші класс кезде осылай жай көбейткіштерге жіктегенбіз, былай істеп 2-ге бөлеміз, бір сан шығады, 2-ге бөлеміз, бір сан шығады, 2-ге бөлеміз. Осылай 2-ге бөлінбей қалған кезде, мына жақта бір сан шығады, сол сан 2-ге бөлінбей қалған кезде біз 3-ке бөлінетіміз. Бұл сол 2-ге бөлінбей қалған сан мына жердегі. Ол демек оның тақ бөлгіші. Мына санды мынаған бөлуге болады. Барлығы өзінің бөлгіштері ғой. Яғни мынау бізде тақ бөлгіші болады екен. Енді қайта-қайта 2-ге бөле берейік. Мен мына 192 деген санды былай жазайын. 192, 192, 192 есіңдерде. Мен оны былай жазайын. 192 миллион қосылған 192 мың, мың және 192. Осы сандарды қайта-қайта 2-ге бөлейін. Ойбай, қазір. Жылан болып кетті. Бөлейін 2-ге. Сонда 192-ні 2-ге бөлсем, 96 миллион шығады. 96 мың, 96 шығады. Әрқайсысын 2-ге бөлгенмен бірде ғой. Оны тағы да 2-ге бөлейін, мына 2-ге бөлейін. Мына жақта осындай 96 деген сандар шығады. Оны 2-ге бөлсем 48 мың деген сандар шығады. 96-ны 2-ге бөлсем 48 миллион қосылған 48 мың. Мың дегеніміз К, 48 К қосылған 48. Оны тағы да 2-ге бөлейін. 24 миллион 24 мың, мың емес, мыңды К деп жазамыз ғой. Бізде кило деген сөздің өзі мың деген сөз ғой. Содан шыққан К бұл. Қосылған 24. Оны тағы да 2-ге бөле аламыз. Қанша рет 2-ге бөлгеніміз маңызды емес, қашан 2-ге бөлінбей қалатын маңызды. 24-ті 2-ге бөлсем, 12 миллион, осылай 12 болады. Оны тағы да 2-ге бөлетін болсақ, 6. Оны тағы 2-ге бөлсем, 3 миллион, 3 мың, 3 қана шығады. Соңғы үшпен аяқталады. Яғни 3 миллион қосылған 3 мың, қосылған 3. Мен былайына жазайын. Сонда мына 3 мыңды, мұнасында бізде 3 болады ғой демек. 3 мыңымыз мына жерде болады, 3 мың, және 3-іміз мына жерде болады. Яғни мына санымыз бізде 3 миллион, 3 мың, 3 деген бұл бізде тақ бөлгіші. Ең үлкен тақ бөлгіші. Енді ең үлкен және ең кіші тақ бөлгішінің қосындысы нешеге тең? Яғни тағы да бірді қосамыз, сол кезде 4, 0, 0, 3, 0, 0, 3 болады. Жауап бізде сонда 3, 0, 0, 3, 0, 0, 4 деген сан шықты. Егер видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп кетейік, менің жаңағы плейлистіме кіріп, осындай нұсқа таулаларда қарасаңыздар болады. Немесе сол жақта 5-6 сынып деген
тақырыптарын түсіндірілуі бар, сол жақтан да сендер түсінбеген тақырыптарын қарасаңдар болады. Назарларыңызға рахмет.